Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тары шайын дайындайтын боламын. Бұны қала ауданда әртүрлі айтады. Біз жақта сөк деп айтады. Яғни мен бүгін сіздермен сөк шайын дайындайтын боламын. Ең алдымен осындай бір шағын кішкене ғана кружкамен сөгімізді дайындап аламыз. Одан кейін салқын суға осылай жуып шығамыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай кірі осындай шаң, тозаң, кірлері осылай шығады бетіне. Осындай сүзгінің көмегімен тарымызды сүзіп аламыз. Одан кейін ыдысымызға саламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Себебі менің каналымда өте оңай, қарапайым үйдегі заттармен ғана дайын болатын рецепттер өте көп. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Шайдың қоюы болу үшін осындай 7-1 пайыздық қоюлатылған сүтті құйдым. Кез келген сүтпен дайындап жасай берсеңіздер болады. Бірақ шайыңыздың түсі әдемі болып, қою болып шығу үшін осындай қою сүтті пайдаланғандарыңыз дұрыс. Одан кейін мен осындай пакетиктегі шайды пайдаландым. Себебі менің шайнегімде ішінде сеткасы жоқ. Тарыға, яғни сөкке араласып кетпеу үшін осындай пакетиктегі шайды қолдандым. Себебі мен шайды ішіп болғаннан кейін ішіндегі сөктерді, яғни тарыны бөлек ыдысқа салып алып, сүт қосып жегенді жақсы көремін. Егер сіздерге ондай сөкті жеген ұнамайтын болса, түйір шайымызды осы сөкпен бірге қосып дайындасаңыздар болады. Мінекей менің шайым дайын болу үшін, қою болу үшін осылай пакетикті салып тұндырып қойдым. Яғни шайым қою болып шығу үшін. Мінекей біздің шайымыз дайын болды. Ішіндегі тарының құнары өте көп және пайдалы болып келеді. Көбінесе емізулі аналарға осы шайды ұсынады. Дәмі, сөктің дәмі шайыңызға ерекше дәм береді. Міне мен барлық шайды ішіп болғаннан кейін осылай ішіндегі сөкті бөлек ыдысқа салып аламын. Біздің сөгіміз жібіді, лақтырып тастауға обал, сондықтан осылай бөлек ыдысқа салып алып, майсөк секілді, яғни каша болмаса каша секілді, осылай ішіне кішкене ғана сүт қосып, сары май салып, жақсылап араластырып, қант қоссаңыздар да болады. Егер тәтті қылып жегенді жақсы көретін болсаңыздар, барлығын жақсылап араластырып, каша есебінде осылай шай ішіп болғаннан кейін осылай жеп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздер де дәл осындай әдіспен жасап ішіп көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.